Ассалаумағалейкум, құрмет достар. Баршаңызға қайырлы күн. Қыстан аман есен шықтыңыздар ма? Мынау көптен бері малға шықпап едік. Бүгін бір сол сәт түсіп, жер аяғы кеңгесін мотоциклмен далаға шыға қалдық. Жалпы негізі қыста 4 ретпе 5 ретпе шыққанбыз. Жарықтық күйлерін жіберген екен, айғыр кәдімгідей арықтапты. Атаман, ке. Жігіттердің машинасымен шыққасын тоқтап, тұрып, видео түсіріп, контент жасауға ыңғай болмайды. Сосын тек сыртынан қараймыз да кетіп қаламыз. Ке, серый. Бүгін сол өзім машинамен шыққасын көлікке мотоциклмен асықпай түсіріп кетейінші деп. Күйлер кетіп жіберген екен. Арықтапты кәдімгідей. Мен бұларды соңғы рет қашан көрдім? Осыдан бір айдай болып қалды. Содан кейін көріп тұрғаным ғой, жақын жерден өткен етек үстінен бір рет көрдім де машинамен асып кеттік. Баршаларыңызға Рамазан мүбәрәк болсын. Ұстап жатырған оразаларыңыз қабыл болсын. Сауапта болыңыздар. Құдай тағаланың разылығын алыңыздар. Оразадамыз. Ке. Атаман, ке. Молодец, атаман. Ей, жануарлар. Кәдімгідей арықтап қалыпты. Машинка, кел. Маша, кел. Күйлерін кәдімгідей жібертті. Ке. Атаман, ке. Молодец, Маша. Серый, ке. Енді алақыстай осы маңда болды ғой. Көп әрі ұзаған жоқ. Құмға қарай ары қарай шыққан да жоқ. Осы маңда қозғалмастан жатты. Енді жер көктеп жатыр, жаман емес. Көкке ауыздар ілінсе жайлап кетеді ғой деп ойлаймын ғой. Ке. Маша, ке. Серый, ке. Молодец, машинка. Ке. Машинка, ке. Молодец, машинка. Машинка хорош, машинка. Ке. Молодец, Маша. Маша хорош, Маша. Серый, ке. Атаман, ке. Арықтаған екен жануарлар. Жануарлар арықтаған екен. Осындай жағдай достар. Былтыр жер жақсы болғанымен күзге қарай болғанда ала жаздай тіпті жаңбыр болған жоқ қой. Соңғы рет жақсы жауған сол майдың ішінде, майдың бас жағында жауды, содан кейін дұрыстап жаңбыр жауған жоқ. Енді өте шамалы болды деп айтуға келмес, дегенмен
соңғы жағынан қурап кетті жердің бәрі. Тек соңғы жағында осы жусан қалды. Соны алақыстай осы жусанды жеп шықты ғой енді. Бұйырғаны болар деп жатырмыз. Қаласа ауыл жаққа қарай айдауым керек. Тағы да 1-2 бас бір мал бар еді. Әкеліп қосатын. Бұйырса соларды әкеліп қосуым керек деп ойлаймын. Ол енді анау алып жатырған кісімнен хабар күтем. Сол кісі хабарласатын болса барып тиеп келемін. Оған дейін мына үйірді апарып ауылдың маңына жақындатып қоюым керек. Ой, жарықтықтар. Кішкене ауыздары көкке ілінгесін құтырайын деп жүр ғой. Машалла. Кел, машинка, кел. Серый, кел. Осындай, достар. Мынау былтырғы құнажын, биылғы дөнежін. Былтыр кішкене күйі шамалы болды. Қазірде енді күйі керемет емес, бірақ күйлеп жүрген уақыты ма екен осы деп ойлаймын ғой. Мынау қара бие әлі тумапты. Бұл бір іншектің биесі еді, өткенде алып қалып еді. Қасында аналық тайы бар, былтырғы құлын ғой енді. Серый, кел. Машинка. Мотылек, кел. Серый. Жүндер түсіп түлеп. Осылай, достар. Жағдайлар. Мені көрмегеніме банаға айтқандай 1 айдай болып қалды ғой енді. 1 айдан бері соңғы рет бір қастарына жақындап көргенім сол февральдың ішінде ме екен, одан бұрын ба, содан кейін бір дұрыстап қастарына келіп қарап тұрғаным болар. мынау сәті тек осы бүгін түсіп жатыр. Асықпай шығып видеоға түсіріп ата кәсіп YouTube арнасының көрермендері үшін арнайы бір контент видео жасап салайын деген оймен. Ауа райы да жақсы болып тұр. Күн енді көтеріліп келе жатыр. Көктем құдай қалап жаңбырлы болса, енді 1 ай өтіп кетті ғой. Жер жақсы болса, малға да бір қолайлы болады ғой деп үміттенеміз ғой. Осындай жігіттер, жылқы сүйер ағайын. Жағдай осындай болып тұр. Көптен мынау үйірді көрмеген, бір көріп, жақыннан көріп, мауқым басылып бір рахаттанып тұрмын.
Енді бұйырған болады да көре жатамыз. Құдай тағаладан жаңбыр тілейміз. Жеріміз көгерсе екен, шөп жақсы шықса, мал жанға қолайлы болады ғой деп. Бұйырғаны бола жатар дейміз. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Құдай қаласа, әлі талай жақсы видеолар саламын деп ойлаймын каналға. Жұмыстамыз. Қала мен екі ортада барып келіп жасағандықтан кейде бір осылай шығатын, далаға шығатын қол тимей қалып жатады. Бірақ шама келгенше жиі шығуға тырысып жатырық. Ертең ауылдың маңына қарай айдап әкеліп қойсам, жиі шығып түсірем ғой видео. Аман болайық. Оразаларыңыз қабыл болсын, баршаңызға ұстап жатқан уақыт зулап жатыр. Бүгін уже 4-ші күні. Құдай тағаланың қалауы. Малжан аман болсын. Қыстан аман есен шыға беріңіздер. Кешеде YouTube'да видеоларды көріп отырсам, кейбір жақтарда қар бар екен, енді жаңа бастап еріп жатыр. Біздерде осы қардың кеткеніне бір 15-20 күндей болып қалды ау.